Assalomualaikum do'stlar. Assalomualaikum do'stlar. Sizlarмен birga Nurjigit Baqtay. Do'stlar, bir айлық демалыстан кейін видео түсіріп отырмын. Осы жақында ғана Алматыға оқуға, документтерді тапсыруға барған болатынбыз. Сол жақта стримдер жасаған болатынмын. Сол стримді көргендер біледі. И басқа да себептер бар. Сол себептермен bir ай бойы видео шықпады. Каналдың активності түсіп кетті. Осы видеоға активне болайықшы. Ол үшін не істеу керек екенін өздеріңіз де білесіздер. Көп созбай видеоны бастайық. Достар, бірінші сұраққа көшейік. Каналына пиар жасатып көрдім ба дейді. Екі балаға пиар жасатқан болатынмын. Оның біреуі саған жасатқан, и тағы Әлбек деген балаға пиар жасатқан болатынмын. Келесі сұрақ, сборка стрелка деген төбелеске барып көрдім ба? Жоқ, оны төбелеске барып көрмеппін. Карантинде не істеп жатсың? Қысқасын айтқанда рубрикасының тағы бір бөлімі қашан түсіресің? Осы жақында шығып қалады, сол қысқасын айтқанда видео. 8000 оқырманың құтты болсын. Рахмет. Келесі сұраққа көшейік. Маған пиар жаса дейді. Мен пиар жасамаймын. Әжетханада не істейсің? Я вышел в интернет с таким вопросом. Келесі сұрақ, қызым бар ма дейді. Жоқ, достар, менің қызым жоқ. Басым бос, бойдақпын. Төртінші сұрақта сондай екен. Қызым бар болса атың кім? Жоқ, менің қызым жоқ. Ең жақының кім? Ең жақын өзім, отбасым, ағаларым, достарым. Ең мықты роднойың кім? Класстастар, неге пиар жасамайсың дейді. Каналдың активності түсіп кетті. Қазір сіздерге пиар жасағанмен де сіздерге аргесі 10 подписчик келеді. 10 подписчик келсе сіздер пиар жасатқандарыңызға өкініп қаласыздар. Мен ешкімнің ренжігенін қаламаймын. Каналдың активності көтерілсе, мен сол кезде пиар жасайтын боламын. Сол үшін достар, пиар жасатқыларыңыз келсе, каналдың активностін көтеріңіздер. Ұйықтап жатқанда не істейсің дейді. Мен ұйықтап жатқанда мен істеп жатам. Неге бетіңді жуасың? Да что ты, черт побери, такое несешь? Сен видеоларды қай бөлмеге түсіресің? Мен видеоларды қай бөлмеде жарық жақсы, қай бөлме ыңғайлы, сол любой бөлмеге түсіре берем. Келесі сұрақ, сен YouTube'қа не үшін келдің дейді. Мен YouTube'қа видео түсіру үшін келдім. YouTube'да ақша таптым ба? Әлі 0. Қаншадасың? Менің жасым 15-те. Жігітім бар ма? Қай жылғысың? Мен 2005 жылғымын. Қандай тамақ ұнайды? Көп тамақ ұнайды, барлық тамақ ұнайды десем де болады. Бірақ ең қатты ұнайтыны бермешел. Келесі сұрақ, YouTube'қа келген мақсатым. Мен YouTube'ты дамыту үшін келдім. Тегін пиар жасап берші. YouTube жазбақ қой. Тегін пиар бәрі ешкім жасамайды. Кейбіреулері жасайтынша бұнынан пайда жоқ. Ешкім қазір тегін пиар жасамайды. Келесі сұраққа көшейік. Жасың нешеде? Менің жасым 15-те. Сен қандай программамен монтаж жасайсың? Мен қазір тек қана KineMaster деген программаны қолданам. Маған сәлем жолда. Блогер Жаслан, саған сәлем. Келесі сұрақ, қалайсың? Нұржігіт дейді. Жақсы, өзің қалайсың? Сенің туған күнің қашан болады? Менің туған күнім көктемде 22 мамырда болады. Сенде бір аптада қанша подписчик жиналады дейді. Каналдың активності түсіп кетті. Қазір бір аптада 5 подписчик, кейде 7 подписчик жиналады. Келесі сұраққа көшейік. Сен жатарда не істейсің? Мен жатарда жатам, не істейсің? Қыздың алдында позор болған кезім болды ма? Я, болды. Ондай жағдай барлық баланың басында болған деп ойлаймын. Сабақ үстінде осы көрдім ба? Мен өмірімде осы көрген емеспін. Жасың нешеде? Жасым 15-те. Қай ауылда тұрасың? Мен Көлтаған деген ауылда тұрамын. Сенің жан досың кім? Менің жан досым сыныптастарым. Сәлем жолда дейді. Дерзкий шоу, саған сәлем. Келесі сұрақ, помните одна фраза. Все будут, но не сразу. Ай, бай! Қаттырттым да. Общий жасым қаншада? Осы сұрақ өже қанымды ішті. Сәлем дейді. Сәлем. Қалайсың? Жақсы. Өзің қалай? Жасың нешеде? Ты что, с ума сошел? Қашан туылған күнім? Менің туған күнім 22 мамырда. Монтажды қалай жасайсың? Телефонды үстіп аламын да, үстіп жасап отырмын. KineMasterмен бүйтіп, қысқартып, бүйтіп. Что, я не понял? Адасып кеткен кезім болды ма? Мен кішкене кезімде базарда адасып кеткем. Келесі сұрақ,
Сен онлайн сабақ оқисың ба? Алматыға оқуға тапсырған кезде онлайн оқисың деп айтқан, бірақ әлі белгісіз өзгеріп кетуі де мүмкін. Келесі сұрақ, басың неше килограмм? Қазір достар, қазір. Менің ойымша 5 килограмм. Видеоны қалай монтаждайсың? Кәдімгідей монтаждайсың, бүйтіп баласына, телефон үсті баласына бүйтіп монтаждайсың. Я не понял. Ну, очень интересно. Каналының атын неге өзгерттің? Мен алғашында Нури KZ деп каналым атын қойғанмын. Өйткені ол кезде мен каналыма тек қана Майнкрафт, тролль, тағы да басқа ойындарды түсірген болатынмын. Сол кезде каналым атын Ali KZ, Nuri KZ деген ютуберлерге еліктеп, Nuri KZ деп қойдым, соны KZ деп қойдым, соның жағын. И қазір тек қана блог түсіргеннен кейін Темірхан Болат, Аян Қосжанов деген сияқты өзімнің атымды қойдым. Келесі сұрақ, сен бірдеңке істеп жатқанда камераны кім ұстайды? Қысқасын айтқанда деген видеода түсіріп жатқан кезде камераны ағам ұстаған. Достар, бүгінгі видео соңына жақындап қалды. Осы видео ұнаса не істеу керек екенін білесіздер. Достар, каналдың активності түсіп кетті. Активності көтерейік. Видеоны соңына қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Нұржігіт Бақтай. Сау болыңыздар. Мәкса.